Ыстық су берілді, бірақ тұтынушыға жақпай тұр. Ыстық су орнына лас әрі салқын су келеді деп шағымданушылар көп. Тиісінше көрсетілмеген қызмет түріне неліктен толық ақы төлейміз деген тұрғындар сауалына журналист жауап іздеп көрді. Жылда қаламызда жылыту маусымы аяқталғаннан кейін көпшілікті ыстық су жайы ойландырады. Осылайша жаз бойы және күзгі жылыту маусымы басталғанға дейін қала жұрты орталықтанған ыстық сусыз отыруға мәжбүр. Бұл проблема әлі күнге дейін өз шешімін таба алмауда. Отопление тоқтағаннан кейін осы көктемде ыстық су жоқ бізде үйде. Ыстық су суық болып келеді. Және де таза емес, кір слишком. Енді соның кесірінен біз қазір титан алып, сатып алып, титан қолданамыз. Ыстық судың әсерін көріп отырсыздар міне. Жұрт қиналып жүр. Үлкен кісілері бар мында, мысалы, пенсионер кісілер. Олар титан ала алмайды, мысалы. Дружба ринг пәтер иелері кооперативінің төрағасы аталмыш үй тұрғындары жылу транзит жұмысына көңілдері толмайтындығын жеткізді. Олардың айтуынша, біріншіден ыстық су температурасы нормаға сай емес. Сондай-ақ орталықтанған құбырдан келер су түсі күмәнді, лас болып ағады. Сол себепті ыстық суды қалыпты күйге келтіру үшін молынан ағызу керек. Судың да сұрауы бар демекші, бұл дегеніміз ауаға ашқан ақшамен тең. Көбі бізден сұрайды, требует етеді, то есть біз немен істейміз? Например, кеше жақында берді мына ыстық суды, ол кір және де салқын, қолдануға болмайды оны. Соны айтып көбі жителдер бізге шағымданады, маған шағымданады. Именно біз не істейміз? Бізге айтады, слипқа қойың подвалдан, неге қойыңдар деп, біз ештеңе істей алмаймыз. Слипке де қоя алмаймыз оны. Қалай берді, солай түгел крандардың бәрі ашық, елге бірақ ел оны қолдана алмайды. Теплотранзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде ыстық судың болмауының басты себебі ол тұйықталған схема және сумен жабдықтау жүйесінде циркуляцияның болмауы деп түсіндірді. В летний период 20 жылға негізделген қорытынды бойынша жылу желілерінің тозығы жетуі 71,2% құрайды. Сол себепті жаз айларында біз құбыр ауыстыру жұмыстарымен айналысуға мәжбүрміз. Сондықтан да жылу желілерінде біз циркуляциямен қамтамасыз ете алмаймыз. Себебі құбыр желілерінің бірінде бұл уақытта жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатады. Осылайша ыстық су тек тұйықталған схемамен жеткізіледі. Көңілдегідей ыстық су тұтынушыға жылу маусымы толық басталғанда ғана берілетін болады. Бекежан Ардағұлы, Оксана Метюхина, Владимир Меселюк, 5-ші арна.